Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен шах пловтың рецептісімен бөлісемін. Достар, сәбізімізді, етімізді, курагамызды ұзынша қылып турап аламыз. Күрішімізді алдын ала жуып дайындап қоюымыз керек. Достар, етті қойдың қабырғасынан немесе сиыр етінен жасауларыңызға болады. Достар, бірінші қызып тұрған осындай табаға аздап сұйық майымызды құямыз да күрішімізді салып қуырып пісіріп аламыз. Достар, видеодағыдай осылай аздап майға қуырып, үстінен ыстық суымызды өздеріңіздің көз мөлшерлеріңізге байланысты құйып аласыздар. Енді қайнап жатқан күрішіміздің үстіне шафранды саламыз. Достар, шафранды дұрыстап, жақсылап араластыруымыз керек. Өйткені шафран дұрыс араласпаса, ол түйіршік болып қалып қояды. Достар, менің күрішім пісті. 90% осылай пісіріп алуымыз керек. Келесі қызып тұрған табамызға майымызды құйып, қызып тұрған майға осылай пиязымызды салып қуырып аламыз. Пиязды қарайғанша қуырып аламыз. Міне достар, пиязымыз қарайып қуырылды. Енді бұл қуырылған пиязымызды бөлек ыдысқа салып аламыз. Енді пияз қуырылған майдың үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбіздің үстіне туралған етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Осылай бетін қақпақпен жауып, жақсылап пісіріп аламыз. Енді пісіп жатқан етіміздің үстіне зирамызды салып, суымызды құйып, ары қарай пісіреміз. Келесі достар, осындай ысып тұрған ыдысымызға сары майымызды саламыз да, оны жақсылап ерітіп аламыз. Достар, видеода мен сіздерге көрсеттім. Менде щедрое лето 82%. Достар, майымыз үстінен осындай ақ көпіршік шыққанша қайнау керек. Міне достар, майымыз дайын болды. Енді тік төртбұрыш болып кесілген лавашымызға жаңағы қайнаған сары майымызды лаваштың екі жақ бетіне жағып шығамыз. Лаваштарымыз дайын болды. Келесі осындай қазанымызға лаваштарымызды қазанның формасына келтіре отырып салып аласыздар. Достар, видеодағыдай лаваштарымызды саламыз. Ешқандай ашық жер қалмау керек. Келесі піскен күрішімізді жан жағына, ортасына піскен етіміз бен сәбізімізді, қара мейізімізді және кураганы салуымыз керек. Достар, бұл тамағымыз
10 адамға жетеді. Егер сіздер 10 адамнан көп адамға жасағыларыңыз келсе, порциясын қосуларыңызға болады. Достар, күрішіміз құрғақ болмас үшін видеодағыдай еттің сорпасын аздан құясыздар. Етімізді салып болдық. Келесі қалған лавашымызды осылай видеода көрсетілгендей бетіне толығымен жауып шығамыз. Бұл тағамға лавашымыз қалыңдау болғаны дұрыс. Лаваштарымызды салып болған соң, бетін қақпақпен жабамыз да, духовкада 180 градуста 50 минутқа пісіреміз. Қазанымызды осындай кішкентай ет табаққа төңкереміз. Шах пловтың формасы осындай болу керек. Міне достар, шах пловымыз дайын болды. Осылай кесіп аламыз. Дәмі өте керемет. Менің жұмысымды бағалап, маған тіркеле кетіңіздер.